Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары, сіздермен бірге Зай мұғалім каналы. Біз бүгін 7-ші сыныптың 3-ші тоқсанға арналған қазақ әдебиеті пәнінен номер 1 бжб талдауын талдаймыз. Бөлім жиынтық бағалауының тақырыбы Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасы, Мұхтар Әуезовтың Көксерек әңгімесі. Орындау уақыты 15-20 минут. Бірінші тапсырма, бірінші бізде кесте беріліпті. Төмендегі кестені толтырыңыз дейді. Мен мұны толтырып қойдым. Сармай белгілеп қойық. Кейіпкерлер, іс-әрекет, менің пікірім. Кейіпкерлер бізде Батыр баян шығармасы бойынша беріліпті. Бірінші сұрақ Батыр баян, Қалмақ қызы, Абылай, Ноян. Іс-әрекеті Батыр баяны. Елін жерін қорғаған батыр. Інісі Ноян мен Қалмақ қызының қашқанын біліп, ел намысы үшін екеуін де өлтіреді. Кейін жауға қарсы шайқаста ерлікпен қаза табады. Қалмақ қызы Ноянды өзіне ғашық етіп, онымен бірге қашады. Еркіндік пен махаббатты таңдайды. Абылайдың іс-әрекеті қазақ елінің ханы, жорықты басқарушы. Батыр баянның ерлігін жоғары бағалайды. Ел тағдыры үшін күреседі. Ноянның іс-әрекеті Батыр баянның інісі Қалмақ қызына ғашық болып, елін тастап кетуге бел буады. Менің пікірім Батыр баянға. Батыр баян отаншыл, намысшыл тұлға. Ол жеке бастың қайғысынан ел мүддесін жоғары қоя білді. Бірақ әрекеті өте қайғылы. Екінші бізде Қалмақ қызы. Қалмақ қызының менің пікірім, махаббат жолына бәріне дайын. Бірақ оның ісі ел дәстүріне қайшы келді. Үшінші Абылай көреген, ел бірлігін ойлаған ақылды басшы. Ноянға менің пікірім, сезімге берілген жастық, албырттықпен қателік жасаған кейіпкер. Екінші тапсырма Мұхтар Әуезовтың Көксерек поэмасы шығармасы бойынша оқиға желісімен жалғастырып, Көксеректің іс-әрекетіне сипаттама берді. Түс мезгілі жақын еді. Түске жақын мезгіл еді. Желге тұмсығын төсеп, белгілі иіс күтті. Алыстан таныс иіс келіп, мұрнына жетті. Көп іздеді. Аяғында бір жотаның басында шошайған аттылы қойшыны көрді. Ары қарай жалғастырамыз. Сипаттама береміз. Түске жақын мезгіл еді. Желге тұмсығын төсеп, белгілі иіс күтті. Алыстан таныс иіс келіп, мұрнына жетті. Көп іздеді. Аяғында бір жотаның басынан шошайған аттылы қойшыны көрді. Көксерек жалт бұрылып, жон арқасын қалың жотаға тасалап, төмен сырғи қозғалды. Көзінен от жылтырап, құлағы қайшыланып, денесі ширыға түсті. Ол адамға тура ұмтылмай, алдымен айналып, желдің ыңғайын аңдыды. Қойшыға біртіндеп жақындай түсіп, оның қасында жүрген иттің дауысын да аңғарды. Бірақ аштық пен төс тағысының үйреншікті айласы Көксеректі тоқтатпады. Ол шапшаңдық пен сақтықты қатар ұстап, қолайлы сәтті күтті. Қауіпті сезсе де кері шегінуді ойлағанды. Көксеректің бұл әрекеті оның табиғатынан ажырамаған. Адамнан үріккенімен түс заңы бойынша тіршілік етуге мәжбүр жыртқыш екенін көрсетеді. Бізде екі тапсырма берілген. Екі тапсырмаға дұрыс жауап берсек, 7 балл беріледі. Келесі бізде екінші нұсқа. Балалар мен үлкендер бөлімі бойынша жиынтық баға тапсырмалары екінші нұсқа. Оқылатын шығарма Мағжан Жұмабаев Батыр баян поэмасы, Мұхтар Әуезов Көксерек әңгімесі. Орындау уақыты 15-20 минут. Бізде бірінші тапсырма кесте бойынша Батыр баян поэмасы арқылы беріліпті. Кестеде шығармадағы эпизодтар Батыр баян, Ноян, Қалмақ қызы. Эпизодтар бізде бауырмалдық, махаббат, қызғаныш, өкініш, сұлулық, нәзіктік беріліпті. Бауырмалдық Батыр баянға інісінен ерекше қамқор, оның жанынан артық жақсы көреді. Ноян ағасына сенеді, оны арқа тұтады. Қалмақ қызы Ноянға мейірім танытады. Махаббат Батыр баян елге жерге деген махаббаты басым. Қызғаныш інісін қызғанып ашуға беріледі. Өкініш ісінен кейін қатты өкінішке батады. Батырлық келбетімен көркем. Нәзіктік сырттай қатал көрінгенмен іші нәзік. Ноянға бауырмалдық ағасына сенеді, оны арқа тұтады. Махаббат Қалмақ қызына шын ғашық болады. Қызғаныш айқын көрінбейді.
Өкініш өлер алдында қорқыныш пен өкініш сезіледі. Сұлулық жастық сымбат иесі. Нәзіктік сезімтал жұмсақ мінезі. Қалмақ қызы ормалдық. Ноянға мейірім танытады. Махаббат ноянды сүйіп, сонымен қашуға келіседі. Қызғаныш ноянды баяннан қызғанады. Өкініш қыз қашуының соңы қасіретке айналады. Сұлулық ерекше сұлу көркімен баурайды. Нәзіктік нәзік те сұлу бейне. Екінші тапсырма. Оқиға желісімен жалғастырып, көксеректің іс-әрекетіне сипаттама бер. Сол-ақ екен, қарсы бұрылып алып, аттыға қарай арс етіп шапшып қалдым. Арандай ашылған ауыз бірдемені жұлып түспек еді. Ыңғайына бала тонының өңірі ілінді. Соны бөксертіп, жұлып түскенде боз ат осқырынып кетті. Көксерек кейін шегінбей, қайта жалт бұрып, аттың соңынан көз алмай қалды. Қан иісі танауын жарып, бойындағы жыртқыштағы шуылдап етті. Ол бұл сәтте қорқынышты да, аяушылықты да білмеді. Алдындағысы жау, ал өзі түс тағысы еді. Артынан қуа жөнелуге дайын тұрғанмен, аттың шапшаңдығы мен айқай-шудың көбеюін кідіртіп тастады. Сол сәт көксерек үшін адаммен бетпе-бет келген тағы бір қатал сабақ болды. Ол тірі қалу үшін шабуыл жасаған. Ал оның іс-әрекеті ашкөздіктен емес, табиғи түйсіктен туған еді. Көксерек бұл эпизодта айлакер, қайсар әрі қатыгез түз жыртқышы ретінде көрінеді. Так, достар, осымен біздің бұршыға тапсырмамыз аяқталды. Екі нұсқада да екі сұрақ берілген. Екі сұрақтың барлығына дұрыс жауап берсеңіздер 7 балл беріледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.